Ұятсыз контент 2008 жылдан 2011 жылға дейін біздің қоғамға қалай зиян тигізді? Осы 3 жылдың ішінде 13 жасқа дейінгі балалардың ұятсыз контентке бейімділігі 14%-дан 49%-ға дейін өсті. Ал бұл смартфонның әрбір жасөспірімде болуының нәтижесі. Бұл ұрпақ адамзат тарихындағы кез келген адамға қарағанда порнографияға көбірек қол жеткізе алатындығына күмән жоқ. Менің көтеріп отырған проблема мынау. Порнография мен зорлық-зомбылық бір-бірімен байланысты екенін адамдарға қалай түсіндіреміз? Ол контент зорлықтың рецепті. Мен біреу порнографияны көрген кезде, олар зорлау жасайды деп айтпаймын. Оның үйрететіні сіз адаммен жақындасқанда, онымен қатыгез болуыңыз керек деген нәрсе. Мысал ретінде келесі зерттеуге назар аударыңыз. Арканзас және Нью-Йорк университеттерінің зерттеуі порнофильмдердегі көріністердің 88%-ы бір адамның екіншісіне, әдетте ерлердің әйелдерге зорлық-зомбылықты қолданатынын көрсетті. Бірақ бұл зерттеуде менің назарымды өзіне баурап алған факт, біреуі екінші адамды ұрған кезде 95% жағдайда олар жылы қабақпен жауап береді, немесе ләззат алғандай имитация жасайды. Осылайша, порноиндустрия бұл ұрпаққа жыныстық қатынас пен зорлық-зомбылық өзара байланысты екенін үйретеді.